Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді кешкі асқа осындай қамыры қатырлақ болып шығатын оңай әрі өте тойымды тағам әзірлейміз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Енді ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Венчиктің немесе шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен бөлме температурасында тұрған 2,5 бокал суымызды құямыз. Шамамен 500 мл-дай. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз, араластырамыз. Енді сұйықтығымыздың үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Ұнның мөлшерін 6 стакан деп көрсеттім, дегенмен сіздің ұныңыздың тығыздығына байланысты ұнның мөлшері шамалы өзгеруі мүмкін. Сұйықтығыңыз ұнды қаншалықты алады, соншалықты қосып отырып, қатты емес, тым жұмсақ емес, орташа тығыздықтағы қамыр илеп алыңыз. Мен басында осылай лопатканың көмегімен шамалы араластырып, кейіннен қолдың көмегімен илеп алдым. Қамырымызды осылай шамалы илеп алғаннан кейін столымыздың үстіне ұнымызды сеуіп, 3-4 минуттай осы столдың үстінде тағы илеп алатын боламыз. Мінекей қамырымыз дайын, илеп дайындап алдық. Енді осы қамырымызды теңдей етіп 4 бөлікке бөліп алатын боламыз. Әрбір бөліп алған қамырымызды домалақ етіп зуалалар жасап аламыз. Енді тақтайшамыздың астына шамалы ұн себеміз. Қамырымыз жабыс қалмас үшін ұн сеуіп, үстінен қамырларымызды орналастырамыз. Қамырдың үстінен де шамалы ұн себеміз. Қамырымыздың беті қаясып қалмас үшін осындай салфанмен жабамыз. Шамамен 10 минутқа тындырып қоямыз. 10 минут өткеннен кейін біздің қамырымыздың еуі қанып әдемі болып тұр. Енді осы жерге шамалы ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып алатын боламыз. Достар, егер бұрын-соңды менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, каналымның алға дамуына үлес қосып кетсеңіздер екен деймін. Лайк басып, комментарий қалдырып, мені қуантатын боласыздар. Алдағы уақытта сіздер үшін кереметтей қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Неке қамырымызды жайып алдық. Қамырымызды жұқалау етіп, осылай жайып аламыз. Үстінен осындай бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды жағып аламыз. Қолмен қалай жақсаңыздар, сізге қалай ыңғайлы, солай жақсаңыздар болады. Мен енді осылай пышақтың көмегімен жағып шықтым. Қолмен жақсаңыздар да болады. Қамырымыздың бетіне толық сары майымызды жағып болдық. Енді үстінен келесі қамырымызды дәл бірінші қамырдай жайып, үстінен осылай қойып шығамыз. Енді үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды бірінші қамырымызға қалай жақтық, дәл солай толық қамырдың бетіне жағып шығатын боламыз. Мінекей екінші қамырымызға да толық жағып алдық. Енді осылай дәл видеодағыдай етіп, қамырларымызды тіктөртбұрыш көлеміне келтіріп, бір-біріне беттестіреміз. Екінші бетінде дәл солай беттестіреміз. Енді осылай барлығын бір тегіс етіп, тіктөртбұрыш етіп тегістеп аламыз. Бетін осылай тегістеп алғаннан кейін, үстінен бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды жағып шығамыз. Енді қамырларымызды бір-біріне тіктөртбұрыш формасына келтіріп, дәл видеодағыдай етіп бір-біріне беттестіреміз. Шет-шетін осылай тегістеп аламыз. Енді бұл қамырымызды әзірге ыдысымызға, тарелкаға ұнымызды шамалы сеуіп, салып, бетінен пакетімізді жауып, әзірге қойып қоямыз. Қалған қамырларымызды дәл осылай жасап, тоңазытқышқа жарты сағатқа салмасы дайын болғанша қойып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Құрғақ қазанымызға тартылған етімізді саламыз. Суы тартылғанша қатты отта шамалы араластыра отырып қуырып аламыз. Осылай суы тартылғанша қуырып аламыз. Шамалы су тартылғаннан кейін осылай үстінен сақтап тұра алған пиязымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз.
2-3 минут көлемінде жақсылап қуырып аламыз. Қалауыңызша салмасына аз көп қоссаңыздар да болады. Енді үстіне қызылашты бұрышымызды, қара бұрышты және де тұзды салып, барлығын жақсылап араластырамыз да, бір шетке суытуға қойып қоямыз. Осымен біздің салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, шамалы астына ұнымызды сеуіп, қамырымызды тік төртбұрыш көлемінде бір келкі етіп жайып алатын боламыз. Осылай бір келкі етіп жайып алғаннан кейін, қамырымызды теңдей етіп 4 бөлікке бөлеміз. Енді әр қамырымыздың үстінен осылай дәл видеодағыдай етіп, суып тұрған салмамызды салып шығамыз. Салманы ыстық күйінде салып жібермеңіздер, міндетті түрде суытып барып, осылай шетінен салып шығамыз. Салмамызды осылай толық салып болғаннан кейін, шетінен осылай қайырып, дәл видеодағыдай етіп орап аламыз. Барлық қамырымызды дәл осылай жасап аламыз. Дайын болған қамырларымызды пергамент қағазы төселінген противенімізге саламыз. Жұмыртқаның сары уызымен сүтімізді жақсылап араластырып, үстінен осылай жағып шығатын боламыз. Осылай бетіне бір келкі етіп жағып аламыз. Барлығын толық жағып алғаннан кейін, үстінен осындай лезвияның немесе пышақтың көмегімен ақырын ғана кесіп шығатын боламыз. Канцелярский ножды қолдансаңыздар да болады. Осылай бір келкі етіп кесіп аламыз. Мінекей барлығын кесіп алдық. Енді 180 градус қызып тұрған пеште 35 минут пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің тағамымыз дайын. Өте әдемі, қып-қызыл болып пісіп шықты. Қамыры қытырлақ, ерекше дәмді болып шығады. Арнайы сіздер үшін осылай үзіп көрсеттім. Өте дәмді, ортасы толығымен піседі. Қатпарлы самса сияқты өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте оңай, әрі өте ерекше дәмді тағам. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын. Алдағы уақытта шығатын жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.